Достар, видео бастамастан бұрын айтын өткен сіздерге лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, колокольчик басып қойсаңыздар да болады. Сіздердің әрбір лайктарыңыз маған мотивация болады. Общем, бұл бомж түсіруші біз өте көп уақыт кетіреміз. Общем, кейде микрофон болмай қалады, кейде үйдегілер шетеледі. Общем, біз перезаписывать еттік бұл видеоны, өйткені микрофон дырылдады, ал екінші видео түсірген кезде менің 3 жасарлық інім видеоға мешат етті, типа есік қағып дегендей, бақырып шыңғырып, егер дауыс естісе кешіріңіздер. Кішкентай бала ғой. Достар, видеомызға кеттік. Ассалаумалейкум достар, сіздермен бомжик Фленди. Бүгінгі видеороликта біз достар бомж өмірін жалғастыратын боламыз Қазақстанда. В общем-то, мінекей біз бомж Сәке екеуміз аға шауып жатыр. Қараңыздар достар, 21 штук жинап қойдық біз. Вот Сәке екеуміз в общем-то қиналып жұмыс істеп, ё-май, тал-төс болды вообще. Сәке, шақшаған жоқсың ба сен? Ё-май, шақшапсың ғой. В общем-то, достар, бүгін біз қаланы зерттеп қайтатын боламыз, өйткені Беканың айтуы бойынша қалаға жаңа әкім келіпті. В общем-то, ол айтты бізге сюрприз деп, иә. Беканың өзі болса басқа қалаға, өзінің бір досына кетіп қапты, шақырыпты қонаққа, сосын кетіп қалды. Так, ассалаумағалейкум, Ержан, братан, қалайсыз, братан? Родной, отмочи, дорогой. Шотыр. Я, уағалейкум ассалам, үй қарайық. Вот именно үй қараймыз бүгін біз. В общем, Сәке екеуміз қағдан үй қарайтын болдық. Сәке екеуміз, Ержан, братан, мінекей біз саған 21 дуб әкелген болатын, мінекей дуб алыңыздар. Алыңыз, вот, иә, вот. Вот ертең келіп тапсыра ақшасын алатын боламыз. Окей ма? Қазір бізде уақыт жоқ. В общем, по-любому сізде ақша жоқ, ертең тапсырған кезде ақшасын алатын боламыз. В общем, Сәке кеттік, давай. Иә. Давайте, сау болыңыз, аман болыңыз, Ержан брат. Давай, аман бол. Сен офигел, что ли? Вообще-то офигел, да? Ё-моё. Так, кеттік, давай, братан. Кеттік, қалаға барайық, көрейікші кене. Кімдер бар екен, кімдер жоқ екен, не болып жатыр қалада көрейікші, ё-моё. Қараш, киімдерді қараш, ё-моё. Қараш, әбәтем киімдер қараш, брендтағы киімдер ғой. Қашан алды екенбіз соны біз. Жарайды, ол не важно, бірақ біз қазбап көру керекпіз. Қандай әкім келді, жақсы ма екен, жаман ба екен? Жақсы болса, бізге өте жақсы болады. Опа-на. Адамдар пайда болыпты ғой біздің қадай. Сәке? Ой-ой, кеттік барайық. Так. Әкім, қайдасыз? Әкім. Алло, әкім. Кешіріңіз, апай, сіз білмейсіз, әкім қайда тұрады, білмейсіз? Мен ғой әкім дейді. Кешіріңіз, салмаса, апай, салмаса. Бұл біздің қала, келгеніңізге қуаныштымыз. Енді әкім ол болатын негізде, қыз болсаңызда бәрібір сіз сияқты қаланы әдемі қылдырып, сөйтіп, жындырып жеңіш қаланы, өйткені просто қараңыз, бутылкалар көп нектар бәрін ластап жүреді. Біз ғомен күресіп, кеше ғана көптікті жеңіп сап, мінекей жұмыс істеп жатырық. В общем-то, бутылканың бәрін тасып, сізге қаланы жаңартып береміз. В общем, вот, ауырдық, вот, солай, әкім мырза. Вот, сізбен танысқа қуаныштым, менің атым Фленди, анау мен досым Сәке. Ана жақта бомж Ержан, және менің қасында Бека деген тағы бір досым бар. Кешіріңіз. Жақсы, сауыңыз. Сәке, жүр. Мына бізді бомж деп тұр ғой, ё-май, қалай тәтті бар деймін да? Сауыңыз. Ана бізді бомж деп тұр, қалай тәтті бар адам бомж деуге бізге? Ё-май, біз жұмыс істеп жаттық қой, ё-май. Блин, что-то жаман әкім сияқты, бізге бомждар деп тұр. Дұрыс айтасың. Осымен достар, біздің өзіміздің бөлімізді қазір аяқтайық, достар. Сосын ана әкімшімен жақсатып сөйлесетін боламыз. Общем-то, вот достар, мінекей ертеңнен бастап уже нормально серия күтіңіздер, бізде нормально түсіріп бастайтын боламыз. Сізден болған мен Фленди және Сәке. И вот біздің бомж сериалы. Пока-пока. Чао.